Ал енді армияға кірдік. Жаңа байқамай видеоны өшіріп алыппын. Басынан бастадым. Енді армияның базасына барайын десем, менің скутерім жоқ. Әнен бұрайын. GPS-ке кіреміз. Найти ближайшее место. Бұл жерде жоқ. Бұл жерде жоқ екен. Ана жерде, жақын жерде болу керек, арендовать ететін жер скутер. Мен білем, ана жерде бұрында осы жерде автошкола болған. Сол автошколаның жанында осындай аренда автомобиль болатын, аренда скутер. Сол автошколаны ауыстырғаннан кейін осыны ауыстырдым. Поедем. Дауысын сәлден қойғыш. Ал енді армияға барып, киімімізді ауыстырып, екінші рангты алатын боламыз. Жұрттарың уже гелиға дейін айетті ме? Олар бірақ донатерлер шығар. Мен вообще донат жасамағам ойынға. Ешқандай ойынға даже. Мен Free Fire ойнаймын, сол Free Fire'ға да жасамағам. Free Fire түсірейін ба, түсіргенімді қалайсыздар ма? Егер қаласаңыздар комментарийға жаза кетіңіздер. Free Fire түсірші деп. Мен бірақ Free Fire'ға да донат жасамағам. Былайынан зытып өтіп кетейік, наверное, как раз ашық тұр екен. Зытамыз. Негіз ана жерде ашық қалдыруға болмайды, негіз бас ана ОПГ-лар келеді да, организация бүкіл ящикті ұрлап кетеді, сонымен организация ешқандай ящик қалмайды. Біздің армияға кірген кездегі целіміз бізге право алу керек, правосыз военный билет алу керек. Сол военный билет аламыз да. Военный билет алу керек бізге. Әкете берсін. Киім ауыстырайық барып. Мен айтпақшы, бізге семьяға кіру керек, жазып көру керек семьяға. Примите семью деп, типа, семьяға кіргізіңдерші деп. Енді раздевалка. Ой, ё-моё. Қуып қала беретін бар осындай ше. Жазайық. Ойын ашып кетті. Тағы жазайық. Ешқайсысы кіргізбейді тағы, по-любому же. Тағы жазайық. Күтейік. Дежурныйға кірейік ал. Дежурныйға кіреміз. Так, задание в организации. Начать общее возрождение. Кто должен соблюдать устав организации? Каждый сотрудник. За что сотрудник может быть уволен из организации? Если убийство за грубое нарушение правила. Вот. А екіншісін көрейік. Кто является высшим? Бұл полковник или подполковник? Разрешено ли нельзя брать оружие? Разрешено ли оскорблять других кого-либо? Оскорблять только сотрудников правительства. Можно сказать. Не имеет права. Разрешено ли проводить дуэли? Сотрудник видеть.
правила игры. Осы разрешено ли первому открыть огонь в страну граждан УКПП, пока гражданский за территорией. За неуставом сотрудник имеет право открывать огонь, ведь сотрудник может открыть разрешение. Сотрудник запрещен в сторону граждан. Осы болу керек. Қазір мен өте алмай қаламын, сұрақтарға дұрыс жауап беріп жатқан жоқ сияқтымын ше. Разрешено может открывать огонь сразу. Закрытой территории. Обязан ли сотрудник помечать законом области? Сотрудник может нарушить выслушание, взятку, можно ли пользовать сотрудника автомобиля в личных целях? Не имеет права. Можно ли сотрудника быть? Нельзя быть казино, на контейнер и других развлечениях в форме. Также нельзя работать на других работах. Может ли сотрудник носить аксессуаров? Носить только очки и маски. Үшінші пункт. Тек армия. Можно ли сотрудник пригласить в часть своего друга или других людей? Не имеет права. Оның үшеуіне ғана дұрыс жауап бердім ғой. Видеоның сыртында жауап беріп көрші. Достар, күте тұрыңыздар. В общем, достар, өте алмадым мен же. Келесі серияда өтетін боламыз, оны видеоға түсіретін болам. Ал бүгін осы енді. Не істейміз енді? Видеоны аяқтаймыз, қалдыда 15 000 рубль бар. Келесі серияда может машина сатып алып қалуым мүмкін. Ал енді сіздермен бірге болған Әділет Қазақ. Бәріңізге видео ұнады деген үміттемін. Ал ендеше сау болыңыздар. Сәттілікте жолығайық.